Дондағұл шалғашы Қияқбай, Жанбай дейді ата тегіміз. Сонда ненің ана шалғашының ұрпағымын ғой. Шалғашы ертеректе туып өскен көріпкел әулие адам. Келгеннен кейін бұл жақта үй жоқ қой. Содан үй салған. Үй салғанда әлгіні күндіз тамақ ішеді ішінден, түнде жатпайды. Қорқады баяғы. Ана клиент, жолдастар. Сонымен бір жылма сөйтіп жүреді де, сонан кейін ақыры үйреніп кетеді. Үй салады. 2 үй салған. Сонда ол кісі мына сондай қайырымды болған. Ары бері кетіп бара жатқан адамды шақырып ұстап алып келіп, қайда барасың? Не мұқтажың бар? Неге жаяу жалпылы жүрсің дегенде, болғанымыз осы. Бізде не жоқ, тұрақ жоқ. Біресе анда кетеміз, біресе мұнда кетеміз. Негізі ненің қажының ауылы осы таяуда деген осылай жорамалдап келе жатқанымыз ғой деп сөйлейді. Сонда әлгі қажы атам негіз аты шал ғой. Қажыға барғаннан кейін шал қажы атанған. Неміне қажының қасиеті сол бүткіл Найманға жайылған. Қайырсың десе, Найманмын дейді. Аты жөні жашың, Найманмын. Негізі шалғай деген сондай қасиетті, тұрақты, жақсы адам болған. Ары бері кетіп бара жатқанда тоқтатып, мал ат беріп, киім кешек беріп, әлгіні сөйтіп өсірген. Ол кісіден ана Қияқбай, Жанбай дейді. Ол екеуінен де қазір Қияқбайдан бар ұрық, Жанбайдан жоқ. Сол А дегеннен Жанбайдың қайтыс болған. Біз міне Шалғайдан Атанақ, Сыдық, біз Сыдықтың баласымыз. Атанақтікі ең көп тараған Атанақтың балалары. Атанақтың балалары көп болды. Әлі де бар. Ал Сыдықтан сол 2-3 үй. Мен Ләтіптің баласымын. Шешем аты Алтын. Өмір бақи Алтын аты өшкен жоқ. Сол Алтын атымен кетті. Ел айтатын шіркін-ай. Алтын десе алтын. Қалай тауып қойған жарықтықтың атын деп мақтан ететін. Сол өлгенше Алтын атымен кетті. Әкем ертерек қайтыс болды.
1930 жылы Қызылкесіктің Көктөбе деген колхозында тудым. Туып өстім. Әке-шешем атымды қойды. Бертінге дейін мен ұзық жынды бас болдым. Содан жынды қара атандым. Армияға бармас бұрын үйленіп, ана бәйбішеммен 6 ай ма, 7 ай ма бірге тұрдым. Сонан кейін бір жолдасым, әрі дос, әрі құрдас, әрі туыс, сол мені армияға шақырып жатыр деп, мен далада шөп шауып жүрген. Анау да шөп шауып жүрген, бірдеме сынып, ауылға кетті, ауыл таяу болатын, шөп ауыл. Осын кім айтты? Осындай ауыз сөбет айтты. Ой, мен де барам, қалмайым сенен. Содан Көктөбеге военкоматқа келдік. Анау жолдасым неге документке түсіріп жүрген. Сол сыртқа шығайын деп жатырым, ұстай алды. Ей жынды, қайда барасың деп. Далаға шығам дедім. Туған күніңді айт деді. Бүгін қай күн? Бүгін сентябрьдің 15-і деді. Енді сентябрьдің 15-і деп жаза бер. Мен туған күнім со болды деді. Туған күн со боқ болды. Ал кейін негізгі туған күнім апрель. Ана шешемнен сұрағанымда шешем айтқаны: ей қарағым ай, мен сенің ай күніңді білмеймін. Мал төлдеп жатқанда туғасың деп. Мал төлдеп жатқан апрель қойын. Содан апрельдің 15-і деп қоя салдым өзім. Содан екеумізді нейде мына Көктөбеде қой деймін. Екеумізді екі бөлді. Ол немен кетті? Бір отрядпен неменеге, басқа войскаға. Мен авиацияда қалдым. Сонымен сол күннен бастап, сентябрьдің 15-нен бастап армияда служит еттім. А негізгі туған күнім сол апрельдің 15 екен. Ой, балам, менің істемеген жұмысым жоқ. Көп жұмыс істедім ғой. Комендант болдым. Қойтас деген жерге электрик болып орналастым мен. Армияда электромеханик болып служит еттім ғой. Содан жақсы жұмыс істегенім үшін Казгелов управленияның почетный доскасын өлді. Алматының. Осында документімде бар бәрі. Құдайға шүкір. 16 баламыз болды. 16 баланың 8-і қыз бала. 9-і қыз болатын. Біреуі сол туа сап қайтыс болды. Қазір 4 ұлым бар.
8 қызым бар. 12-сі бар қазір. Бұл ең жақсы қыз бала екен ғой. Адамға, мына әке-шешеге бәріне көмектесетін осы қыз балаға жетері жоқ екен. Солардың арқасында міне аман-есен өйтіп ептеп қалқақтап жүріп келем. Келінім де, күйеу балаларым да Құдай сақтасын. Ешкімнің көз тимесін. Бәрі сондай қасиетті жақсы адамдар. Күйеу балаларым да, келіндерім де. Осы үйдегі келініне бейттей дәрі жоқ болмаса, қолды-аяққа тұрмайды, тауып әкеледі. Балаларым түгел, немерем де, шөберем де түгел қасиетті жақсы адамдар. Менің атымда бір ұл бар, Ақтөбеде. Биыл осы сентябрьде, октябрьде ме, сентябрьге қарсы бітіреді. Сол жаман емес. Ана ұлымның туған жері 3 айғыр. Биыл шығарады 1 айғыр. Сонда 4 айғыр жылқысы бар. Сиыр баласын түгел тоқтатпайды. Сатып береді, жылқалады. Ол баяғана жаңа жылда сентябрьде дипломын алып келеді. Сонда үлкен той жасайын. Немене сіздің сентябрьде туған күніңізді қосамыз дейді. Мына туған күнің ол өзінен өз тұра береді. Жақсы көрдім ғой. Қасиетті жақсы адам болды. Бала шағам түгел соның жолында болды ғой. О күнде білмейміз, уыс дәрі берем. Оның зиян екенін қайдан білейін мен. Сол көп дәріде құртып кетті бәйбішемді. Содан осы үйдің ана етәз үйдеміз. Содан молда бар. Әлгі молданы шақырып, ана кісі кешке дейін келіп кеткен қонақтармен, бәрімен кәдуілкідей сөйлесіп, әңгімелесіп жақсы отырды. Содан маған айтты, кәрбәсай, мен бой жасап отырмын. Неше түрлі әңгімені бәрін айттым. Бүгін жақсы емеспін мен, қалай болар екем деп. Содан қысылып ауыра бастады. Ауыра бастағысын әлгі осындағы молданы алдырттым. Өзіне айтатым, аты кім еді? Өліп кетсек, олай-бұлай болсақ, өзіңіздің қолыңыздан шығамыз деп. Содан сол кісінің қолынан шықты ғой. Өмір жастар ұзақ, көп жасап, менің жасымды берсін деген тілекті айтамын оларға. Балалар негізі қасиетті ғой. Балалы үй базар, баласыз үй
азар деуші ме еді. Сол сияқты балалы үй дегенің жақсы ғой. Ей балам ай.